Неге бізде тыквенный соусымыз, жаңа салатымыз, жаңа палаугаты салатымыз, қыстық 2 банка, 1 литрліктің 2 банка, 6 банка, мінекей 850 грамдық литрлік банкіден 6 ауыз шықты. Жалпылама мінекей барлығын ішін көріп, мінекей қайта-қайта төңкеріп көру керек, қосап көру керек. Мінекей төңкеруден бастадым. Осылай дайындап көрсем, дәмі өте керемет күшті болды. Қандай қоспа қостым, қалай қанша мөлшерде қостым, төменде қалдырамыз, жазып қалдырамыз. Әркім өздерге қанша мөлшерде қосатынын, дәм-тұзына қарай қоса береді. 2 килограмм помидорын, сладкий болгарский тәтті бұрыштан 2,5 килограмм, тыква палаугатыдан 2,5 килограмм, 1 килограмм пияз, 1 килограмм сәбіз, 2 осылардың барлығын жақсылап месіркіден өткереміз де. Бәрін 500 мл майға қуырамыз. Майға 1 бас пиязды қуырмалап аламыз алдыменен. Мінекей барлық қоспаны араластырдық, барлығын даяр болды. Үлкен ыдысқа салып араластырып, мінекей қызған, күйіп отырған пияздың үстіне бір үлкен домалақ пиязды мен күйдірдім, неге қыздырдым, қуырдым 500 мл майға. Енді осыған саламын. Бисмилла. Енді осыған саламын. Мінекей салып жатырмыз. Жалпылама бәрін салып жіберейік. Жалпылама бәрін де салайық, мінекей. Мінекей бәрін салдық. Бәрін салдық қазанға. Енді бір қайтара бәрін салдық қазанға, кастрюльға. Енді бір қайтара араластырамыз. Бетіне мына күйген пияздарды кейін алып тастасақ та болды, қалсақ та болады, қалса да болады, оның зияны жоқ. Мінекей жақсылап араластырдық. Қазір тұз саламын. Бұл оуыштардың барлығын мен мясорубкіден өткергенмін. Ал енді кішкене пышақпенен де кесіп жасауға болады. Енді мясорубкіден өткерген, мына балдардың нанға жағып жеуіне де ыңғайлы болады. Сол үшін мясорубкіден өткердім. Қазір енді тұз саламын. 1 ас қасық, 2 ас қасық, 3 ас қасық тұз саламын да. Араластырамын міне. 3 ас қасық тұз салып араластырдым. Енді осы бір қайнағаннан кейін дәмін көремін. Дәмі, тұзы қанша мөлшерде татиды, татымайды. Одан кейін бұл қоспамызды астын пастайтеміз де қайнатуға қоямыз. Жалпылама 1 сағаттай қайнайды. 1 сағаттан кейін дәмін көріп, тағы да оған қара бұрыш, қызыл бұрыш қосу керек болса қосамыз, уксус, қант қосу керек болса қосамыз. Біртіндеп дәміне қарай бір жақсы дәм шығару үшін дәмін шығарып келтіріп аламыз. Қазірге мына жерде
1 килограмм пиязды мен тура өткердім, 1 килограмм сәбізді өткердім, 2,5 килограмм мына палаугадыны тыкваны өткердім, мясорубкадан, және 2 килограмм помидорды өткердім. Сондай-ақ 2 үлкен мөлшердегі жаңағы чеснокты өткердім, 2 головкасын, 2 басын. Одан кейін 250 грамм түрін, 250 грамм мясорубканы өткеріп, бәрін араластырып, бір қазанға салды. Қазанда 1 пиязды, мына пияз салып күйдіріп, оны салдым. 3 ас қасық тұзды салдым. Енді мына уже қайнап бастады. Қазір асын басайтын, жайнап қайнай бастайды. 1 сағаттай қоямын. Bir 40 минуттан кейін бір дәмін көріп, одан әрі жаңа дәмдеуіштерді қосып, одан кейін 1 сағаттан кейін алсақ болады. Қайнап жатыр. Қазанымыз қайнап жатыр. Енді ақырындап біз банкіге құя бастаймыз. Құйдық. Бетін толтырып нығыздап құйған дұрыс. Бетін толтырып нығыздап құйған дұрыс. Мінекей, бұл пияз, күйген пияз, оның зияны жоқ, тұра берсін. Оның да бір ерекше дәм болып тұрады. Мінекей, осылай. Мінекей, бізде тыквенный соусымыз, жаңа салатымыз, жаңа палаугады салатымыз, қыстық 2 банка, 1 литрліктің 2 банка, 6 банка, мінекей 850 граммдық литрлік банкіден 6 ауыз шықты. Жалпылама, мінекей барлығын ішін көріп, мінекей қайта-қайта төңкеріп көру керек, қосап көру керек. Мінекей төңкеріп бастадым. Осылай дайындап көрсі. Дәмі өте керемет күшті болды. Қандай қоспа қостым, қанша мөлшерде қостым, төменде қалдырамыз, жазып қалдырамыз. Әркім өздерге қанша мөлшерде қосатығының дәмді тұмына қарай қоса береді. Жалпы соус қайнап бастады. 1 сағат 40 минут қайнағаннан кейін мен жаңағы оған үстіне қостым. Қара бұрыштан 1 чайный ложка қостым. Қанттан 4 чайный ложка қостым. Петрушка, чесноктан 250 грамм, 250 граммнан 500 грамм қостым. Барлығын неден өткерілген, жаңағы мясорубкадан өткерген чеснокты да 2 головкасын қостым. Жаңағы мясорубкадан өткерген. Одан кейін қосымша бір тұзын тексердім. Тұзы сәл кемістеу екен, тағы 1 жарты ас қасық тұз салдым. Жалпылама осыларды салғаннан кейін бір 20-30 минут қайнатса болады. Мен 30 минуттай қайнаттым, одан кейін бірден стерилденген банкіге салып бастадым. Жалпылама 8 банкі шықты осы қоспалардан. Дәмі өте керемет, қыста керекті, қажетті. Бұл жерде барлық қоспалар бар, әрі витаминді, әрі калория беретұғын, әрі суықты шығаратұғын, суыққа, аязға ем болатұғын барлық қоспалар бар. Сондықтан да қысқа қажетті, ең тиімді, ең қажетті витаминді салат болып табылады. Салат соус. Бұл жерде барлық қоспалар бар. Бірақ біз салатымыздың атын палаугады салаты деп, палаугады соус деп атадық. Тыквенный салат, тыквенный соус деп. Жасап көріңіздер, дәмі өте керемет. Ас болсын дейміз. Приятного аппетита.